Меккенің үйлері. Құдайберді Бағашар. Сүйікті балалар, егер үйіміз болмай, қыстың күні қақаған аязда далада қалсақ не істер едік? Адам үшін үйлердің көптеген пайдалары бар екенін білесіңдер. Ал олардың бір-бірімен сөйлесетінін білуші ме едіңдер? Бүгін түнде Меккедегі үйлердің біріне қонақ болып, үйлердің әңгімесін тыңдауға қалай қарайсыңдар? Мекке қаласы түн құшағында, аспанда миллиондаған жұлдыздар көңілді, арасында жымың-жымың етеді. Сол жұлдыздардың арасында күлімсіреп тұрған жаңа туған ай да аспанға ерекше көрік беріп тұр. Айдың жарығымен айнала жап-жарық. Халық ұйқыда, қала тып-тыныш. Мекке көшелерінде тірі жан байқалмайды. Тек Меккенің үйлері ғана ояу. Олар өз араларында әңгімелесіп тұр. Кішкентай ағаш үй ағаштарын сатыр-сұтыр еткізіп, «Жолдастар», деді, «адамдар бізді тастан, топырақтан, немесе ағаштан тұрғызып, бөлмелерімізде өмір сүреді». Сол жерде тұрған ескі үй, «Иә, дұрыс. Біз оларды шелектеп құйған жаңбырдан, қақаған суықтан және гуілдеп соққан желден қорғаймыз». Кішкентай үй, «Біз оларды қорғаудай-ақ қорғаймыз, оған таласым жоқ. Бірақ бүгіндері мен өте көңілсізбін. Сіздер де дәл осындай күй кешіп, көңілдеріңіз құлазып жүрген шығар». Жаңа ғана салынған үй сөзге араласты. «Не болды, бауырым, осыншама таусылып?» «Сіз бізге жаңа ғана қосылдыңыз, сондықтан түсінбеуіңіз мүмкін. 1-2 жыл бұрын осы қалада кейбіреуімізді мұсылмандар паналаушы еді. Біз оларды қатты жақсы көретінбіз, өйткені олар өте жақсы адамдар еді. Қазір олар Мәдина қаласына көшіп кетті. Осылайша біз Аллаға сенбейтіндердің қолында қалып қойдық». Әбу Тәліптің үйі. «Солай, бауырым, сүйікті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 8 жасынан 25 жасына дейін менің бөлмелерімде өмір сүрді. Оны қатты жақсы көретінмін. Сол бақытты күндерімді ешқашан ұмытпаймын. Әттең қайта айналып келер ме еді?» деді. Кішкентай үй. «Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам балалық шағында қандай еді?» деп сұрады. Әбу Тәліптің үйінің көңілі босады. Тіпті көзінен аққан жас қабырғаларын жуып кетті. Ол, ем Әбу Тәліп оның көкесі еді. Ол да, әйелі Фатима да, сүйікті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өз балаларынан да қатты жақсы көруші еді. Әбу Тәліп тіпті қасынан бір елі тастамайтын. Өйткені Хазірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам басқа балалардан өзгеше еді. Мысалы, басқа балалар дастарханға отыра сала ашқарақтана тамаққа қол созатын, ал ардақты Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса, алдымен үлкендердің бастағанын күтіп, әдеп сақтайтын. Өте тәрбиелі бала еді. Мінез құлқы жақсы болатын, бос отыруды ұнатпайтын, сондықтан көкесінің қойларын бағып қол ұшын беретін. Сүйікті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам менде тұрған кездері өте бақытты едім. Үйленіп, жеке шыққаны маған ауыр тиді. Бірақ анда-санда көкесінің қал жағдайын білуге келген кездерінде көріп қалып сағынышым басылатын. Мәдинаға көшіп кеткелі қатты сағынып жүрмін. Әбу Тәліптің үйі көңілі босап, иегі кемсеңдеп, сөзін одан әрі жалғай алмады. Басқа үйлер оны жұбатуға тырысуда. Араларында біреуі, «Бауырым, мен де оны қатты сағындым. Көшпей тұрғанда менің бөлмелерімде тұрған. Мен оның үйі едім. Хадиша анамызбен үйленіп, кейін көшіп кеткенге дейін менде тұрды». Жаңа үй қызығушылық танытып, «Сол кездерден қызықты естеліктерің бар ма?» деп сұрады. «Әрине, қаласаңдар, ол кісіге пайғамбарлықтың қалай берілген туралы әңгімелеп берейін». «Иә, тыңдағымыз келеді. Білесіңдер, адамзаттың ардақтысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 40 жасында пайғамбар болды. Пайғамбарлық берілмей тұрып, ғажап түстер көре бастады. Түнде түсінде көргендері таңертең айна қатесіз орындалатын. Бұл тура 6 ай жалғасты. Сол кездері көбінесе жалғыз қалғанды ұнататын, жиі-жиі Хира тауындағы үңгірге барушы еді.
оңаша отырып Аллаға дұға етіп ғибадат жасайтын. Ғаламның жаратылу себебін, адамдардың бұл дүниеге жіберілудегі сырын ойлайтын. 610 жыл есімнен кетпейді. Бір күні Хира тауынан қатты қобалжып қатты. Аяқ-қолы тұла бойы дірілдеп кетіпті. Бөлмелерімнің біреуіне кіре сала, жан-жара Хадиша анамызға: «Менің үстімді қымтап, жақсылап жауып тасташы», деді. Төсегіне жатып біраз демалды. Мен бұған әрі таң қалдым, әрі қобалжыдым да. Сәлден кейін жары Хадиша анамызға екеуінің әңгімесін естідім. Хира тауындағы үңгірде Жәбірейіл періште оған Алладан аяттар жеткізіпті. Енді ол пайғамбар болады екен. Жаңа үй. Алғашқы аяттар қандай еді? Есіңде ме? Иә, есімде. Алғашқы аяттар мынандай еді. Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, сенің жаратушың аса жомарт. Ол адамға қаламмен жазуды үйретті. Жаңа үй. Исламда білім алу өте маңызды болу керек. Қарасаңшы, алғашқы аяттарда білім жайында айтылып тұр, деді. Әбу Талиптің үйі шатырын сілкіп: «Иә, білім алу өте маңызды». Кішкентай үй. Болған жайтты естігенде жары Хадиша анамыз не істеді? Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам алғашқы аяттар келген кезде қатты қобалжып, үрейленіп еді. Жұбайы Хадиша анамыз оның жүрегіндегі үрейін басты. Ол былай деді: «Жаратушы ие, сен тәрізді құлды ешқашан ұятқа қалдырмайтынына кәміл сенемін. Өйткені сен қашан да шындықты ғана айтасың. Ешкімнің аманатына қиянат жасамайсың. Туған туыстарыңмен жақсы араласасың. Көрші-қолаңға ерекше көңіл бөліп, мейірімділік танытасың. Кедейлерден көмегіңді аямайсың. Қиналған адамдарға қол ұшын беруге даярсың». Жаңа үй таңданысын жасыра алмай: «Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жаны ізгілікке толы кісі екен ғой, иә?» деді. Кішкентай үй. Басқа мұсылмандарды да осындай жақсы мінезге баулып, тамаша қасиеттерге тәрбиелейтін. Олар сондай керемет жандар еді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үйі сөзін жалғады. Одан кейін Алла сүйікті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам халықты исламға шақыруды әмір етті. Хадиша, Али, Абу Бакр, Алла бәріне разы болсын, секілді асыл жандар менің бөлмелерімде отырып мұсылман болды. Бұл мен үшін үлкен бақыт, үлкен абырой. Алыстан бір үйдің айғайлаған дауысы естілді. Бұл сахабалардан Арқамның үйі еді. «Уа достар, әңгімелеріңді мен де тыңдап тұрмын. Менің де сендерге айтар бір-екі ауыз сөзім бар». Барлық үй Арқамның үйіне бұрылды. Ол: «Білесіңдер, мен де көптеген ғажайып оқиғалардың куәсі болдым». Сүйікті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам халықты ислам дінін қабылдауға шақырған кезде пұтқа табынушылар жолын кес-кестеп, жамандықтар жасады. Сол бір қиын қыстау күндерде елші Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен мұсылмандар жиі-жиі менің шаңырағымның астында жиналып, Аллаға құлшылық ететін. Осында отырып, сүйікті елші Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оларға исламды үйрететін. Мен өте сенімді жерде орналасқанмын. Әзірет Омар және басқа да көптеген адамдар менің шаңырағымның астында мұсылман болды. Олардың бәрін көру бақытына ие болғаным үшін күн сайын Аллаға шүкір етемін. Айналада қайтадан тыныштық орнады. Үйлер де тегіс ұйқыға кетті. Барлық үй сүйікті елші Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен мұсылмандарды сағынып еді. Мұсылмандарға көмектесу үшін күн сайын Аллаға жалбарынып, тілек тілейтін. Бөлмелерінің ішінде қайтадан Алланың аты еске алынғанды қалайтын. Үйлердің бұл сағынышы 630 жылға дейін жалғасты. 630 жылы мұсылмандар Меккені де өздеріне қаратып, билікті қолдарына алды. 8 жылдық сағыныш осылайша басылды.
Меккенің үйлері адамзаттың ардақтысы Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассаламды көріп бір қуанса, иелері мұсылмандармен қайта қауышқанына екі қуанды. Соңы, ертегі ұнаса, лайк басып каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.